Сәлем достар, бүгін менің қызым екі ағзадан тұратын балмұздақ жасады. Өте дәмді болып шығады екен. Сіздер де көріңіздер. Сәлем достар, бүгін сенімен бірге оңай дайындалатын мороженое жасаймыз. Оған керегі бір стакан 300 грамм сүт, және миксер, және мороженое ұнтағы бір магазинде сатылады. Және де бір ыдыс керек. Мына ұнтағымызды саламыз. Мына жерінде өзінің сызығы бар, сол жерден асамыз. Және де üstüne sütümüzü құямыз. Және де bunu mikserimizbен aralastырамыз. Dostlar, men 5 minut boyu üzdüksüz bunu mikserime aralastırdım. Енді bunu қақпағын жауып, аузын жауып, 4 saatқа морозилкаға қоямыз. Міне достар, мороженеміз дайын болды. Өте дәмді болады екен, как ностальгия сияқты. Достар, мінекей біз мороженаларымызды морозилкадан алдық. Осындай тәп-тәтті күшті мороженеміз дайын болды. Күшті. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Видео ұнаса, лайк басып келіп кетіңіздер. Сау сәлемет болыңыздар.